Қайырлы күн достар. Бір жасағаны керемет болып шығатын ең оңай тағамдардың бірі дүмлама жасайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен бізге ет, картоп, помидор, түрлі дәмдеуіштер, сәбіз, пияз және де қырыққабат қажет болады. Ең алдымен қазанымызға етімізді салып аламыз. Майымыз кішкене қызған кезде салу керек. Содан кейін үстіне пиязымызды жайғастырып салып алатын боламыз. Пиязымызды жақсылап дөңгелек тәріздес етіп турап алып тұрып жайғастырсаңыздар әдемі болады. Барлығын осылай жайғастырып алып, үстінен тұз себетін боламыз. Және де паприка дәмдеуіштерді себетін боламыз. Енді үстіне картопымызды ірілеу етіп туралған картопымызды салып жайғастырып аламыз. Мен толық рецепті описанияда жазып қалдыратын боламын. Сол жерден кіріп көрсеңіздер болады. Картопымызды жайғастырдық. Үстінен тағы да тұз бен дәмдеуіштерді себетін боламыз. Және де үстіне сәбізімізді жайғастырамыз. Сәбізімізді дөңгелек етіп туралған. Сәбізімізді жайғастырып алып, үстінен тағы да тұздар себетін боламыз. Чесногымызды да арасына салып жіберсеңіздер болады. Және де енді қырыққабаттарымызды бөлшектерге бөліп алып, осылай ең алдымен ішіне қойып жайғастырып алатын боламыз. Достар, менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп кетіңіздер. Және де комментарий менен қоңыраушаны басып қойды ұмытпаңыздар. Помидорымызды да осылай жайғастырып алатын боламыз, жақсылап. Үстіне тағы да тұз бен дәмдеуіштерді сеуіп аламыз, жақсылап. Енді үстінен ешқандай жері ашық қалмайтындай етіп, қырыққабатымыздың бөліктерге бөліп осылай жайғастыратын боламыз. Ашық жері қалмау қажет, буымыз шығып кетпеу қажет. Достар, ең айта кететін жайт, бұл жерде су құймайсыздар. Барлығын салып, осылай 1,5 сағаттың ішінде пісіп шығады. Осылай пісіріп аласыздар. Тек жай баяу отқа қоясыздар барынша. Және де 1,5 сағат бойы пісіп шығады. Өзі барлық суы ішінде болады. Осылай сочный керемет болып шығатын болады. Сау болыңыздар.